Алматы облысында қазіргі таңда барлық жағдай тұрақты, дегенмен де заңсыз медресе соғу, заңсыз сол жаңағы балаларды арбау, аулау орындарының барлығына да мониторинг жұмыстары жүргізіледі. Кейбір адамдар болады, ол заңдылыққа қарамастан өздерінше бір медресе сияқты балаларды оқыту курстарына айтып, немесе Құран үйрету сияқты жерлер ашады. Ол барлығы дін атын жамылғанымен, бірақ барлығы дұрыс бола бермейді. Көбінесе олардың заңдылығы, қағаз жүзіндегісі, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарамайтындығы, осының барлығы кейде заңды бұзады. Бұндай жағдай бізде Алматы облысында да болды. Ол практика жүзінде бізде бір орын болды. Оған қазіргі тағда 490 баптың бірінші бөлігі бойынша 100 МРП салынды заңды тұлға ретінде. Өйткені олар сол рұқсатсыз адамдарға Құран оқыту және дұрыс емес бағытта діни сабақтар үйрету жұмыстарын жүргізген. Дәл сол сияқты факторларды алдын алу жұмыстары қазіргі таңда болуда және оған ешқандай рұқсат берілмеуде, заңсыз жұмыс істеуге. Қазіргі таңда Қазақстанда бізде медресе деген атау жоқ мүлде. Ол колледж ретінде ғана тіркеле алады. Мысалға, Алматы облысы аумағында Үшқоңыр медресе колледжі бар. Ол жерде міндетті түрде тек қана діни емес, сонымен қатар зайырлы да сабақтар болуы міндетті. Ал басқа ешқандай медресе бізде рұқсат етілмейді. Медресе деп ашылып жатқан жер болса, ол қандай дінге қатысы бар екен, немесе ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына белгілі ма, ол жерде өзіміздің дәстүрлі дін үйретіле ма, жоқ па мәселелер міндетті түрде қаралуы керек. Одан бөлек жаңағы заңдылықтарын қараған дұрыс, талап ете білу керек. Өйткені сіз өзіңіздің балаңыздың болашағын біреудің қолына ұсынайын деп жатсыз. Ол біреудің қолына болашағын бере салу, ол ойыншық емес. Өйткені Қазақстанның болашағы тек жастарда. Жастарымызды кез келген жатағым өз иелігінде тәрбиелей беретін болса, онда қазақтың болашағы қараңғы болып қалуы мүмкін. Сол себепті бұны жан-жақты жетік тексеріп қана балаларыңызды берсеңіздер болады. Оның өзінде де, мысалға, сол жаңа ресми тіркелген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сияқты мекемелерге барып сұрап, сол жерде күндізгі оқуларға деген сияқты ұсынса болады. Заң аясында.